ортаншілік фемур деп аталады. Ұзын түтікті сүйек болып табылады. Диафизі немесе денесі корпус фемур деп аталады. Алдыңғы жағы тегіс, артқы жағы кедір бұдыр болып келеді. Кедір бұдырға келіп, сан бұлшықеттерге бекінеді. Алдына қарай денесі иіліңкі болып орналасады. Проксималды эпифизінде басына жаратамыз, шар тәріздес корпус фемур. Сосын екі ұршығына жаратамыз, үлкен ұршығын және кіші ұршығын. Трохантер майор, трохантер минор деп аталады. Ұршықтары алдыңғы жағы, артқы жағынан ұршық аралық қырқаммен, алдыңғы жағынан ұршық аралық сызықпен қосылады. Басының денесіне өтер жерінде мойны болады. Колум фемур деп аталады. Дисталды эпифизінде ортан жіліктің айдаршығын ажыратамыз. Латеральды және медиалды. Кондилус латералис, кондилус медиалис. Айдаршықтардың үстіңгі жағында үстіңгі айдаршықтар анықталады. Медиалды үстіңгі айдаршық, латеральды үстіңгі айдаршық. Эпикондилус медиалис, эпикондилус латералис. Айдаршықтардың арасында айдаршық аралық шұңқыры болады. Артқы жағында тақымдық беті болады денесінен дисталды эпифизіне өтер жерінде. Сосын тобықтық бет анықталады. Бұған келіп тізе тобығы келіп буындасады.